Блин, что такое? Наверное, наглый көріпкел шығар. Билік басындағылардың біразы отыр. Оларға да сіздің бәлкім қызметіңіз ұнаған шығар. Жоғары соттан да адам болған, жаңағындай мәжілістен отырған адамдар болған. Сізді қудалаған кездер болды ма? Они будут везде блоки ставить. Сіз неше жылмен жұмыс істейсіз? Бүкіл көріпкелдер ол факт жындармен жұмыс жасайды. Жын шығару 15 мың, дуа шешу 15 мың. Негізінде жынды молдалар шығармайтын беді. Мен жаман нәрсе істеп жатырмын. Құдайдың бар нәрсесі. Альхамдулиллах, мұсылман. Алматыда жер сілкінісі болды. Әлі жер сілкініс болады, кстати. Эддижан Савельев, анасы табыла ма? Баршаңызға сәлем, Абылайхан Өмірбай YouTube арнасында жаңа сұхбатымыз шығуға дайын. Бүгін менің қонағым Қазақстанға танымал экстрасенс, медиум Әли Хайдар. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, жақсысыз ба? Шүкір, Астанаға келдік. Негізінде не себеппен келесіз Астанаға? Мен негізі осы жылы арнайы сұхбатқа келдім. Екіншіден мен қабылдау жүргізуге. Мен жаңағындай қалай болады, шақыртты. Кім шақыртты екен? Адамдар. Енді Астанада депутаттар, өзіңіз білесіз, билік басындағылардың біразы отыр. Оларға да сіздің бәлкім қызметіңіз ұнаған шығар. Арасында бар ма? Иә, әрине келеді. Жоғары соттан да адам болған, жаңағындай мәжілістен отырған адамдар болған. Біраз нәрседен келеді адамдар, негізінде. Мен оны аттарын айтпаймын. Конфиденциально былай қарағанда. А былай көп келеді. Не сұрайды сонда сізде? Әртүрлі сұрақ. Мен айта алмаймын, определенно андай бір сұрақта келеді, скажем так, если мәжіліс, допустим, чисто бір сұрақпен келеді деп айта алмаймын. У всех разные проблемы. Они же бір болезньмен ауырмайды ғой, бір диагнозбен. У всех разные диагнозы. Вот поэтому олар әртүрлі сұрақтармен келеді. В основном жол ашу жағынан болады, жаңағындай, енді сіздер білесіздер, олар жоғары лауазымды адам болғандықтан, когда сен жоғары көтерілген сайын негатив больше болады. Сен қандай істеме, сен жақсы істе, благотворительный, жаңағы қайырымдылық істе, сен по-любому негативқа түсесің. Ол заңдылық сондайдан тазартуға келеді. Иногда ол адамдар біреулерді алып келіп атады дегендей, ондай да бар. Жын мәселесіне байланысты жын кірген кезде тоже алып келіп ататындары бар. Енді түрлі себеппен келеді. Әртүрлі, да. Негізі өзіңіз көріпкелсіз, бірақ бір сұхбатыңызда мен көріпкел болсам да, көріпкелдерге сенбеймін депсіз. Неге? Потому что бізде шарлатандар көп. Көріпкел болу, знаете, былай ғой, когда ты с людьми работаешь, скажем так, психолог, да? Например, психолог уже біледі, да? Например, когда бір сұрақ қойғанда жауап беріп жатқанда, сен уже түріне қарап тұрасың эмоциясына. Значит, қашыватыр, значит, былай істеу, надо больный, қалай еді, әлсіз жерін ұстау керек болады. Психологтар. Көріпкел, экстрасенс, он должен обладать какими способностями, да? Мира мертвых, жаңағындай, вот этот параллельный мир, жындар әлемі ғой, бүкіліміз обращать ететін көріпкелдердің барлығы жындар әлемімен байланысты білу керек. Ол факт нәрсе. Если сейчас какой-то көріпкел шығып айтатын болса, мен жындармен жұмыс істемеймін десе, значит, ты не хочу сейчас говорить. Ят болып қалады, да? Ол дұрыс емес. Бүкіл көріпкелдер ол факт жындармен жұмыс жасайды. Өйткені, например, Құранды ұстап алатындар да бар. Енді ренжімесеңдер, осы сендерге. Құран ұстап алады. И бастайды там вот это сүрелер, там анау-мынау. Молодец, ты хорошо знаешь. Но у нас же есть джиндар, который намаз оқитын, который Құран білетін. А зачем-то обманывать? Аруақтармен тілдестім. Ой-бай, ата-баба келді. Да ата-баба не делать сенің там, что ты там делаешь? Они все уже қайтыс болғаннан кейін, все, олар әлемдеріне кетті. Шетел жиндар әлемі, там 7-ші деген 3-тен жоғары әлемдер бар ғой, басқа. Болды. А ты, осы біздің әлеммен жындар әлемі қазір жақын, өте жақын. Это есть жындар әлемімен жұмыс жасайды. Біз неге көріпкелдерге сенбеймін, потому что бізде шарлатандар көп. Даже менімен бір эфирде отырғандар да бар. Аттарын айтпай қойық, да? Якобы көріпкелдер, скажем так, вы, конечно, маған ренжімеңіздер, это факт. Олар көріпкел емес. Екінші, көріпкел деген ол адаммен жұмыс жасау білу керек. Не в цели зарабатывать, понимаете, а цели в помочь. А то, что, например, бұл сөзден кейін маған қазір бәрі айтатын мүмкін, онда сізде неге ставка бар деген сияқты. Но вы представьте, маған адам келеді, скажем так, дуамен. Дуа шешу оңай емес. Бір адамның дуасын шешу, вы знаете, столько энергии шығады. Дуа это и есть джиндардың темасы. Дуаны қазір кейін айта жатамын, қандай түрлері бар екенін. Я не могу просто, во-первых, это мое время. Бірінші менің уақытым, екінші менің энергиям. А мен өмірде ең қатты бағалайтын нәрсе уақыт. Потому что уақыт ешкімді аямайды. И сол себептен
мен ставка не үшін қоямын? Екіншіден жаңағындай бет алсақпен келмеу үшін. Маған көп жас балалар, жас қыздар керек. Мынандай кездер болды, просто когда көшеде өтіп бара жатқанда да қолын беріп тұрады маған. Мен болашағым болжап кетті. Задевает, реально. Тағы да қандай нені көріпкелдер білу керек? Жындар әлемін айттық, магия, например, дуа. Это өте актуальный нәрсе бізде көріпкелдерде. Сен оны білмесең, оны шеше алмасаң керек емес. Онымен жұмыс жасап. Жаңа сіз енді айттыңыз ғой, мен жындармен жұмыс істеймін дедіңіз. Сіз неше жылмен жұмыс істейсіз? Жындар деген ондай тема жоқ бізде, знаете, Абылайхан. Например, біреу келді, там, сен көмектеді, екінші келді, нет. Әр кезде әртүрлі ма? Олардың аттары бар ма, жоқ па? Сіз үшін. Сіз олармен қалай байланыс орнатасыз? Вы знаете, честно сказать, наверное, наглый көріпкел шығармын. Когда молдалар жын шығарады, да, они же жындарды өз әлемдерін жіберіп атады ғой. Қазір мен оны айтсам, наверное, мені тапит ететін шығар, барлығына жынды ма, деп, қуама деген сияқты. Мен оларды байлап аламын. Раз. Не үшін? Өз қызметімен асыру үшін. Например, дуа шыққанда жын арқылы шешетін кездер болады. Когда вот, действительно, когда кладбищеде істелінетін дуа бар, который зират басында, қазақша зират, да? Зират басында істелінеді ғой. Это когда ты фотоны аласың, там тігесің, там қан, вот это жертва жасайсың, и аласың да, адамның аяқ жағына, бас жағына көміп қоясың. Это сильный дуалардың бірі. Сол кезде ты обращаться етесің по-любому. Ты же не будешь сидеть там, карты раскидывать. Нет. Ты, конечно, будешь обращаться. Кімге обратиться етесің? Жындар арқылы. А ол қандай жындар, который біз өзіміз ұстап алған кезінде шығарған соларға. Мен реально оларға условия қоямын. Сен шыққың келе ма? Босатылғың келе ма? Тогда давай көмектес, істе. Сосын сізге көмектеседі? Ну куда деться? Другого выхода нету. Түсінікті. Ал енді сіз өзіңіз қалай ойлайсыз, сізге бұл қасиет қалай келді? Қалай қонды? Қасиет деп айтатын болсақ егер. Біреу айтады, ол туа бітті болатын нәрсе, ол адамға Алладан берілетін бақ дейді. Знаете, туа бітті деп айтпай ақ қояйыншы, потому что мен 10 жасымда я ничего не видел, 5 жасымда я ничего не видел, не чувствовал абсолютно. Я даже не могу это сказать конкретно, надо не келді деп. Есть же, которые аварияға түсіп атады, там где-то что там. Вот стрессовое состояние болады ғой, обычно как открывается третьи глаза, как вот экстрасенсорика, да, перде дейді ғой қазақша. Қалай ашылады, когда резкий удар өмірлік, депрессия сильная, да, удар какой-то бывает, вот энергетичный удар болады, например, вот это тоже влияет, сол кезде ашылады. Но я не помню, какая травма была у меня. Реально, я не помню то, что там у меня как-то авария была, да, где-то что ли, там током соғылып қалды, да, где-то что-то, или не знаю. Сонда қалай өзіңізден өзіңіз адам қабылдай бастадыңыз ба? Я начал видеть просто. Вначале было, честно сказать, сложно. Реально я боялся. Не того, что я начал видеть, а не слышать. Мен бірінші көре бастадым, ести емес. Я не понял басында. И потом, когда мама у меня заметила то, что ребенок, скажем так, непонятно ведет себя, скажем так, так адамдарға сай емес. Ана мені бір емшіге апарды. Мен бұрында көшеде бала кезінде ойнағанда мен жанында басым, менен кішкентай балалар айтты да. Я реально оларға несколько қоятынмын. Жасырындар менен, давай бірдеме, я должен найти. Давайте бүйтіңдер. Ну, как сказать, это практика же тоже считается. Солай алып келді. А потом, знаете, мне просто дали подсказку. Я не хочу говорить, кто, мне сказали, если сен қазір алып мынау жаңағы естіп жатқан дауыстарды қабылдап, сен қуып кететін болсаң, сен потеря қылып жаңағындай истерика жасайтын болсаң, сен психбольницаға түсесің, ты должен контролировать себя. Дейді сізге? Да. Я понял тогда, надо контролировать себя. Если я сейчас қуып кетсе, например, блин, что такое, там естіп жатыр, вот это, былай отырсам, сейчас со стороны айтасың, мынаны бас істемейді, надо вот секе жатқызу ғой, психбольницаға жатқызу ғой. Все болды. И келмейді ол. Мен сізбен сөйлескен кезде сіз бүйтіп айтыңыз да, Алла қаласа боламын дедіңіз. Сіз Алланың барына сенесіз, Құдайдың барына сенесіз. Альхамдулиллах, мұсылман. Бірақ қасиетті ислам дінінде көріпкелдерге негізінде қатысты біраз нәрселер айтылған. Сіз оны өзіңіз де білетін шығарсыз. Иә. Жалпы бұл нәрсе қалай? Бұған көзқарасыңыз? Я понимаю, если, знаете, я бы сидел бы, приворот делал бы, да, вред, скажем так, адамға, да. Хотя бар ғой негізі арасында істеп қоятын кезде. Вот не приворот, а бывает, когда злишься кому-то, да. Но честно, я это не делаю сам. У меня вот это, знаете, защитная вот эта энергия бар ғой, оно само өзі нетіп кетеді. Может, он жүйкелі шығар, қоршап жүрген, наверное, да. Может, наверное. Я не знаю, почему-то, когда вот с кем-то ұрысып қаласың ба,
обязательно бірдеңе болып жатады. Никак там проблемасы шығып қалып жатады ше. Раньше я был злопамятным. Я очень был злопамятным. Мен былай отыратынмын, когда біреу бірдеңе істейді ғой, көресің. Мат нельзя, да, тут? Көресің, типа, все, тебе хана, типа, такой. Я ждал. Я реально ждал, что бұл адамға бірдеңе болады. А когда сол адамға бірдеңе болады, я радовался. У меня такая, знаете, душевно мындай болатын. Сонда біреуге жамандық болған кезде сіз қуанасыз ба? Злопамятный болған кезде. Бұрында это было давно. А қазір ондай емеспін. Қазір мне пофигу, абсолютно. Кто там говорит, кто там не айтады, мне абсолютно пофиг. Жалпы бірақ дінде оған қарсылық болса да, сіз бірақ бұл нәрсемен Дінде қарсылық, например, қай жағынан? Жалпы енді көп Давайте скажем так, мен жын шығарып жатырмын. Иә. Я вот так это принимаю. Мен жаман нәрсе істеп жатырмын ба? Например, мен қандай жаман нәрсе істеп жатырмын осы көріпкелдікпен? Давайте вот вопрос к вам. Жоқ, бұл сіз осылайша өзіңізді ақтап алып жатқан жоқсыз ба дегенім ғой. Естественно, любой ақталып жатырмын, что врать? Это правда, это факт. Вот вопрос вам, что я такого делаю? Енді қараңыз, жалпы негізінде болашақты болжау, адамның болашағында қандай да бір өзгерістер болатынын айту, оның өзі де бір адамға зиян тигізу емес пе дегенім ғой. Вы верите, вот когда вот предсказывают? Кез келген адам ойланып қалады. Сіз маған да қазір айтсаңыз, мен де ойланып қалатын едім. Меніңше сіз біреуге бірдеңе айтсаңыз, әсіресе экстрасенстің айтқанынан аузынан шыққан сөз, ол әрине ойландырады. Это можно внушить. Например, сейчас маған келесіз, я просто через зеркало вам покажу беса. Вы увидите, да ну это же джин ғой. Все, Али у нас такой необычный, вау. Мен айтам, мынандай күннен мындай болады. Сіз сенесіз, ол болады мысли же материальные. У нас есть, которые көріпкелдер, я не знаю, вот медиум и гадалка қарама-қайшы. Гадалка не может медиум заттарын істей алмайды. Они не могут там сумеречный мирмен сөйлесе алмайды. Жындар әлемі, да, потусторонний мирмен. Гадалкалар. Они просто... Бірақ қазір TikTok'та көп қой. Байқайсыз ба? Я знаю, Вот даже я сидел же эфирі вот это. Жоқ, сізден де бөлек. Әйелдер қазір әсіресе бір суда ақтарады да, төгеді жаңағындай. Вы умеете, как ее звать? Ну, атын білмеймін шыны керек. Бірақ көп. Онда олар ақша алады өз қызметі үшін. Да блин, это же неправильно, реально. Вот тех, которые сидят вот реально, вот которые там, я это херню знаю, извиняюсь за выражение, да, просто реально задевать. Я вот это все знаю, хумалах, мумалах. Это подло просто. Это некрасиво для меня, это низкий нарсе. И вы сидите, которые это вот, вы не көріпкел, извиняюсь. У вас нету дара ондай жоқ. Вы может где-то, наверное, қағып алған шығарсыз, как жындар сондай ғой бізде. Ол шындық. Жындар қалай болашақты біледі. Ана жаққа барып келеді ғой олар тез. 1 секундта барып келеді ол, реально. Но вы знаете, барған кезде ана жақтан жұлдыз ағады ғой. Ол періштелер жындарды жұлдызбен лақтырып қалай чөт, атып атыр. Вот и есть это. А потом он шала естейді да кеп, анау көріпкел сымақтарға айтады. Анау лақты, вау, давай. Он бас жағы болады, басқа жағы болмайды. Понимаете, вот почему верят люди. А вы знаете, почему адамдар болашаққа білгісі келеді? Потому что им надо жеңіл нәрсе. Они думают, когда біз болашақты көреміз, можно там спокойно қорғануға где-то что-то. Скажем так, им скажут, через там 2 месяца сен больницаға түсесің, он будет дома сидеть вот так, больницаға түсіп, дәрі күнде ішіп отырады. Болашақ әрекеттерін қадағалайды дейсіз. Конечно, нет. Болашақты мы сами делаем. Жаңа сіз бір ауыз айтып қалдыңыз да, жын шығару туралы. Негізінде жынды молдалар шығармайтын беді. Бірақ сіз де жын шығарумен айналысасыз. Иә? Вы знаете, вот вообще как-то аяқ асты болып кетті. Я негізі жын шығаруды не люблю. Вообще это не мое реально. Я не люблю это делать. Но, как сказать, қаптап кетті ше олар, адамдар. Ну, действительно, если мынандайлар бар, если, наверное, сол молдалар келсе, келіспесе, их проблем нет дела, если честно. Мынандай молдалар шығара алмайды, действительно. И они к нам приходят. Почему-то у нас-то получается же, каким-то образом, когда у них нет. Я сейчас молдаларға түкті деп атқан жоқпын. Знаете, почему келеді? Ну, енді раз так, значит, где-то лучше делаем, наверное. Вот. Наверное, так. Я, допустим, честно, я не читаю там. Бахра оқиды, жетінші аяттарды оқиды, там, сидят там, дауыстап оқытады. У меня так нету. Я проще делаю. Мне проще просто жаңағы адам ішінде жын бар ма, связға шығарып ал. Ты пообщайся, спроси, за что не үшін кірдің. Все, потом давай, шығар оны. А не вот так надо, айғайлап, оқып керек емес. Я так не делаю, реально. Өздері келе ме адамдар сізге, әлде туысқандар ертіп әкеле ме? Жыны бар адамдар ма? Иә. Если мощный джин болса алып келеді оны. Вот у меня недавно болды
Динвар бір жас баланы алып келді. Не хочу говорить, это Алматының маңайында тұрады. Да такой жыны асқынған, ежі шыны болады ғой. Вот мынандайдың шыны жейді. Асқынып кеткен ғой уже. Соны шығардық біз. Мен. Было сложно. 3 рет келді. Но сейчас уже более нормально. Более уже нормально болып қалды. Молдалар ходили они семьяне барды. Но результат болған жоқ. Я не говорю сендер молдалар жамансыңдап тұрған жоқпын, сен сразу өздеріне қабылдау жүрмеңдер. Я просто, как есть факт, менің өзімде қандай өтті бойымнан, қандай менен через меня что было, допустим. Я это говорю. Вот. Сіз шығармаған кез болды ма? Шығарылмаған? Иә. Болды. Который в процессе есть у меня. Сейчас у меня 3 адам бар, в процессе они. Это надо с ними еще работать. Онда бір сәтте оны шығару мүмкін емес, иә? Смотри, қандай жын. Когда у тебя там сидит семьясымен, да, это сложно. Сіз қара магиямен айналыстыңыз, иә? Ну, менің жұмысымда ол бар нәрсе. Иә. Қазірге келе ме әлі күнге дейін сізге адамдар? Дофига. Реально сказать, осы с июля месяца, осы уақытқа дейін 114 мыңнан астам шықты, даже 115 мың, наверное, да. И заказ жасайтын адамдар 70%-тен көп. Реально заказ жасайтын адамдар келеді. Приворот. Кстати, это хит. Құрметті оқырмандар, мен приворот жасамаймын, маған келмеңіздерші. Реально мен жасамаймын. Я делал, кстати. Көргенмін деп. Бірақ жасамаймын. Вот это приворот деген мен көп келеді. Неге жасамайсыз? Вред көп онда. Біздің көріпкелдер приворот жасайды 700 мыңға, миллионға жасайды. Мен бейшара 15 мыңға соны шешем ғой. Но я не могу сейчас ставку поднять. У меня просто ставка байланысты әңгіме болды бізде. Менде ставка, например, онлайн 8 тысяч тенге. Это в основном консультация, в основном. Это и есть мотивация, консультация в основном. Потому что магические ритуалы онлайн не делается. Я не знаю, откуда вот это придумывают. Есть же такие сидят, там, сынықшы... Иә, бағдагүл сынықшылар бар, басқа да кісілер бар. Ойбай, бля, я не знаю. Онлайн емге сенбейсіз, ол мүмкін емес. Ну, я раньше не ететін, дем салу, где-то что-то можно, но 2 снять онлайн, я не знаю реально. Может, это есть правда, бар шығайын, әркім жұмыс әртүрлі ғой. Мен олардың жұмысына түспей қойын, например. Не дело. Может, есть такое, но я как-то особо не етпеймін. Мән бермеймін ондайға. Істемеймін. Жаңа ставка неге көтермеймін. 15 мың менде офлайн. Ішіне бәрі кіреді. Жын шығару 15 мың, дуа шешу 15 мың, анау үшін 15 мың. Көтермеймін. Привороттар негізі қыз балалар енді етекірмен жасайды. Это актуальная тема. Это актуально. Знаете, как? Например, сол етекір далата, вино, например, скажем, шампанский, қосып берді, и оқа. Там жолдары бар, стройчикалардың оқа. И там каждый бар какой-то полнолуние было, там дает оқу отыр, все. А приворот в основном постельге өңгізеді ол. Сезімді емес. А сезім қалай шығарады оны көбінесе? Ну, через постель можно же сезім шығаруға? Ну, раз. Хороший секс, я думаю, и сезім тоже появится. Понимаете? А что скрывать? Енді сіз Алматыда тұрасыз. Да. Жақында Алматыда жер сілкінісі болды. Қала тұрғындары бір әбігерге түсіп қалды десек болады. Реально, сіз сездіңіз бе? Честно сказать, да. Но мне было все равно. Реально мне было все равно. Ну, была табиғат құбылыс, это будет еще әлі. Кстати, әлі жер сілкініс болады, кстати. Күтіңіздер. Это нормально, а что теперь? Балл я не знаю, реально, не хочу врать. Қандай балда болады, қандай уровеньде, я не знаю. Енді саяси тақырыптарға негізі аса қатты айта бермейді екенсіз, байқадым. Да. Иә. Себебі бар ма оның? Сізді қудалаған кездері болды ма? Были проблемы, скажем так. У нас политика, что это была, да. Сейчас про них что-то скажешь, например, да, они будут везде блоки ставить. Но это факт реальный, это факт. Сіздің артыңызға түскен полковник болыпты ғой. Да, было дело. Ну, полковник, скажем так, жена сидела на приеме. Я не буду говорить, кто она, как. Диагностику, когда проводишь, ты видишь, там, не имеет информация, қандай түссе, соны айтасың, боль ищешь, да. Күйеуімізге недоверие бар деген сияқты басталады да. И она говорит, өзінің версиясын айта бастайды. Я говорю, баласы бар. Ну, маған солай түсіп тұр, не істейін енді мен. Я вижу, что баласы бар. Где-то фотомен работаю. Она говорит, жоқ, қумаңызшы. Вроде нормально, бәрі жақты, довольная ушла. Домой пошла, скандал подняла. Сенің балам бар, саған кім айтты? Али көріп келетті. Все, потом вот это достал меня. Он ко мне лично, маған через кого-то приема жазылып келет. Заходит муж, я вот чувствовал, кстати, когда он заходил, я чувствовал, угрозу чувствовал. Начал угрожать мне. Я говорю, Айналайн, ты что? Ты кому пришел угрожать, ты что? Я тоже могу сделать, например, да? Скажем так,
Но я не стал, знаете, ол уровеньге түскен жоқпын. Я ждал, когда ол жаңағындай, скажем так, якобы вот эти өзінше болған адам, когда ол өзін қатты асып кетеді, границаны шығып кетеді, тогда я хотел реально тоже защищаться. И знаете, чем закончилась эта история? Однажды жена, скажем так, хотела магазин баруға. И она вышла в магазин, шығып кетеді, үйінен шығып кетеді, и она забыла сумкасын с деньгами. И обратно домой заходит, вот это күйеуі екінші әйелмен баласымен сөз по видео. Она все это көріп қояды, а он спалился. И вот. И потом маған шығады. А мен сол кезде там, а вы знаете, из-за него, блин, маған қанша не болды, говорю. А потом в итоге они вдвоем келді, кешірім сұрады. Енді Әли мырза, менде 3 конверт бар. Сол 3 конвертті кезек-кезек сіз оқып, көріп, сезіп көрсеңіз, ішінде не бар, қандай ақпарат бар екен, иә? Біріншіден бастайық. Не сезіп тұрсыз, маған сол қызық. Мынанша не деп сұрап отырмын ба? Можно сразу шүйін беріңізші маған? Иә. Есть это, зажигалка и спички, дайте мне, пожалуйста. Что у вас потеря, ребята? Давайте сделаем так. Мынаны затронул, мынаны алып просто өзіңізге қарағанызшы. Мен қарамайын. Иә. Давайте. Жоқ, маған беріңіз. Ана салыңызшы. Аши салайын ба? Так. Я кішкене жағамнан шетін. Не человек. Андай, тірі адам энергиясы жоқ, это знаете, скажем так, решение вот болады ғой. Например, скажем так, вот, мысал ретінде ойласын болды. Мен бір есікке кіремін да, тұрамын есіктің алдында. Кірейін ба, кірмеймін ба? Кірсем бітеді. Как перед финиш болады ғой. Ощущение такое. Более андай эмоции, знаете, неприятные эмоции, андай. Как сказать? Волнение, переживание. Такое ощущение, как будто уже конец болады уже, бітіп қалады уже. И перед стоит этим. Вот, идет такая вообще обидно почему-то. Ну, не обидно, а когда переживание, вот это прям тревога. Вот. Когда вот на нетен как-то қатты переживаешь почему-то. Вот идет такое ощущение у меня. Вот. Ашып көрсетейін бе? Давайте посмотрим, реально. Интересно. Көрермендерге де қызық болар. Бұл шынымен де Әли Хайдар айтқандай, ешқандай да адамның суреті жоқ, құтқарушылар. Бұл май қайыңдағы апат, 4 қаңтар күні болған. Автобус 4 адам бар, опырылып кетеді, түсіп кетеді. Сол 4 адамның екеуі табылды, екеуі әлі табылған жоқ. Адамдар бар, они, я не знаю, вот если вот фотомен қарайтын болсақ, дальше идите, дальше барында бар ғой дейді. Бары, иә, солардың өміріне қауіп төніп тұр. Сол үшін де олар тоқтатып отыр. Бұл апат, сіз айтқандай, тревога, үрей, қорқыныш. Так, мынаны алыңызшы, сіз қараңызшы. Я хочу, чтобы вы осы адамға қарадыңыз, я хочу через вас почти. Ішіне салыңыз потом. Қарадым, салдым. Живая энергетика. Имеется в виду Адам. Почему-то вот эти испытания похожи, знаете, почему? Тоже идет, как финиш идет, перед этим тоже. Как выбор был, например, скажем так.
Очень эмоциональный человек. Андай, человек более такой эмоциональный адам, знаете. Тоже как-то истерика сейчас внутри вот это. Как-то тоже финишқа жақындап то тоже решаешь какой-то момент. Біраз нәрсені шешеді бұл момент ше. Именно қазіргі осының решениесі қазіргі вот бір неге шақ қалып тұр ғой. Тоже біраз нәрсені шешейін деп тұр. Можно сказать, өмірің даже полностью, можно сказать. Очень такой у него нету дара, он даже экстрасенсорной способности нету. Я не могу сказать, что он артист, потому что, ну, есть у него андай нәрсе как-то политика болса, например, скажем так, который творчествоға қатысы жоқ деген сияқты ма, сондайға болуы мүмкін. Ну, я просто среди цирктарда көріп тұрған жоқпын. Мүлдем басқа, более серьезная тема идет. Более такая серьезная тема идет. Қандай проблемасы бар бұл адамның? Для него такое ощущение, как будто если казманнан ұшақтан өтпей қалса, как конец сияқты. Для него такое ощущение, вот конец болды. Ну, он сам внушил, так скажем так. Не вижу рядом адамдар, которые поддерживают. Көріптерге барады екен, көріпкелерге. Не оригинал, а копия. Тут вырезали, да, фото? Фото кесілген ба? Өйткені бұрын қасындағы адамдардың энергиялары қалып тұрды жай-жай. Вот поэтому сложно работать. Мне нужны глаза, его глаза. Мужчина, что ли? Мужчина. А қиылған фотода там почему-то женская энергия присутствует? Жанды адамдар болуы мүмкін. Фотода бірақ бір өзі тұр. Қиылған фото Yeah. просто. Есть вопрос осы кісіге қатысты сізде маған? Иә, мен қазір ашып көріскеннен кейін сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Давайте. Ана жерді кім сыпырады? Сыпырамыз. Деп ана қызға. Суретте Эддижан Савельев. Ол кім? Бұл бельгиялықтар асырап алған қазақтың баласы. Бельгиялықтар асырап алған қазақтың баласы. Былтыр желтоқсан айында Қазақстанға келіп өзінің анасын іздеді. Мынау маған, который елде жазып жүрген осы бала ма? Иә. Мамасын. Бүкіл Қазақстан қазір осының баласын, мамасын іздеп жатыр. Өзі айтты, сөйтіп, мен анамды тапқым келеді, бұл менің біраз мәселем шешеді деп. Өйткені бұны асырап алған анасы да қазір жағдай мәз емес. Дайте посмотрим. Сұрақ, анасы қайда? Анасы табыла ма? Я не поисковик. Да. Вообще не. Бірақ не сезесіз? Бірдеңе бар ғой сезеді. Өше салайық. Можно убрать вообще, да? Да. Суа. Сейчас вот это бью начнет. И пожарники придут сюда. Как его зовут? Эддижан. Эддижан? Эддижан Савельев. Эддижанчик, реально, ты, конечно, ренешь меня. Это сумка, да? Ну, адам емес па? Өзінің рюкзагы ол. Мынандай рюкзак бола ма, я даю. А ол кісі осы Астанада ма? Жоқ, кетіп қалды. Қалды. Шетелде қазір. Вот әншейін осы біздің программалар шығады да, когда осындай серьезный тема болған кезде ше, сол адам бар кезде шығады да, почему-то сол уақытта сен молчали, как бы никто не келген жоқ. Почему-то халық маған шықты да, бүкілі. А почему-то біздің программалар, я не знаю, почему шыққан жоқ маған. Сол адам болғанда, вот можно было с ним лично работать. Вот, наверное. А сейчас, вот честно сказать, я не поисковик, но мама есть. Я не поисковик, просто реально не хочу врать. Я не знаю, реально. Анасы бар тірі. Сіздің сезіміңізше. Менің сезімімше солай болып тұр. Елдің көкейінде жүрген сұрақ, анасы тірі болса неге шықпай жатыр байланысқа деген. Біраз әйелдер өздерінің анализдерін тапсырды, бірақ анасы болып шықпады. Может, она не знает.
Я не могу сказать честно. Сейчас, подожди. Вот это интересно. Чуть-чуть, дай мне, пожалуйста. Батстан Карадит, родная какая-то есть. Женщина какая-то родная, тетя, что ли, Батстан Карадит. Батыс жақтан Карадит, родная тетя почему-то идет. Батыс жаққа бар, батыс жақтан қарасайшы дейді, батыс жақта бар ғой тетя дейді. Все. Рахмет. Үшінші конверт қолыңызда. Не сезесіз? Жаңағындай былай сіз бұл адамды қараңыз да ойлаңыз. Аха. Сізге менің көмегім тиіп жатқан сияқты. Глаза ваши айтып жатыр. Все? Иә. Мына жерде тоймайтын адам отыр екен. Бәрі менікі. Болады ғой? Доигрался. Вот, бывает вот. Но я не знаю, почему я его уважаю. Почему-то я его уважаю. Но откуда это слово? Подожди. Почему? Болады ғой вот. Да, порыгался жақсылап тұрып, да? Отлар секірт, да? И мә саған кеп. Кто был другом, сейчас враг стал. А сейчас такое ощущение, типа, никого нету, но нет, есть у него. Близкий человек потеря была, да? Но я не могу сказать, бұл кісі әлі ұзақ өмір сүреді деп айта алмаймын, потому что уже возраст. И денсаулық нәрсе емес. Вот король. Вот, я король, типа, гарем, скажем так, у него есть, скажем так. Это когда бывает бір емес, бірнеше қыздар, әйелдер бар, там анау. Но мужчин на роду нету. Так, идет самый близкий, нету, говорит. Человек коварный почему-то не идет. Ну, не коварный, а как сказать. Когда у тебя власть была, да, и ты должен свой өзің властіңді қорғау үшін тебе придется құрту керек болады. Например, когда лев, чтобы проекта ғой, главный дұрыс па, и қалған нелердің бәрін құртады ғой. Жаңағы басқадан туған күштер, скажем так. Почему? Потому что бәрі соған бағынышты болу керек. Вот идет ощущение такое, знаете. Он должен главный. И он говорит, уничтожал всех тебя. Но он молодец. Молодец. Он держал баланс, бірақ баланс там. Али мырза, жаңа сіз гарем туралы айтып қалдыңыз ғой. Басқа әйелдерінен балалары бар ма, сол туралы сізге бір ақпарат берілді? Бала бар. У него айта алмаймын, бір әйелден жаңағыдай чисто линия идет деп. Нет. Бывает, вот тамыр шашып тастаған. Вот. Сіз қазір суретін көрсеңіз шок боласыз. Кім деп ойлайсыз? Мне, знаете, нравится этот человек. Знаете почему? Потому что натура его. Почему-то вот мое ощущение, говорит, уважать, говорит. Я уважаю этого человека, я не знаю почему. Но вы знаете, Аблайхан, мне интересно, конечно, давайте все-таки курить. И я свое мнение даю. Бұл тұңғыш президент, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Да, Али тебе хана, да, шутка. Он реально өзі билікте болды. Когда Назарбаев болған кезде, ол өзі билікте болды, бәрін ұстады. Все көбісі құрттай жоралады ғой, рас қой. Бірақ оның қат бітпейсің әлі. Неге сіз жаңа ұзақ өмір сүрмейді деп айттыңыз? Я не знаю, мне его здоровье не нравится. Конечно, я хочу, чтобы был долго жил у кісі, потому что он очень такой сильный политик. Он очень сильный человек. Я вот честно сказать, я не буду делить там президента, но я больше уважаю его. Надо быть эгоистом, скажем так. Все. Енді сұхбатымызды қорытындылайық. Али мырза, экстрасенсіз, медиумсыз, сіздің әлсіз тұсыңыз қандай?
Сіз неден қорқасыз? Знаете, неден қорқамын? Наверное, скорее всего, потерять близких. Это моя семья, это моя мама, которая всегда со мной бірге. Даже немене істемесем, қандай жат істемесем, она всегда поддерживает. А даже если қате болса, она мынандай теріс айналмайды меніңше. Вот сен қатесің деп, она всегда өз ақылын айтып, всегда өзінің орнын біледі да, всегда өз орнында келе қалатын. А әлсіз тұсыңыз? Я, наверное, знаете, эмоциональный. Я думаю, это мое слабое место, это и есть это. Реально. Я эмоциональный человек. Я могу, допустим, қатты ұрсып қырылып атып, менде екі вариант болады. Либо менге жын сияқты боламын да, подселение жасап қырып жіберемін, немесе я могу просто көзімді ашып кетуім мүмкін. И это мои эмоции, менің эмоциям, это менің слабое место. Былай қарағанда. А былай махаббатқа келейік да, личный өмірде. Почему-то бір ондай сұрақ болған жоқ, кстати, интересно. Басқа біреумен жаңағындай байланыс болсын, достық болсын, менде қорқатын нәрсе жоқ, слабый нәрсе жоқ. Мне похрен. Реально мне, я крест поставил на себе. Мен эмоции, мен слабый нәрсе. Экстрасенспен сөз байластырғысы келетін қыздар бар ма? Боятся. Көп қорқады, көбісі. Ну, были отношения реально. Но знаете, чего я, знаете, ненавижу өмір, ұнатпайтын, знаете, что мне не нравится в жизни адамдардан, когда они врут. Я терпеть не могу, когда они мне врут. А өзіңіз сұхбат барысында өтірік айттыңыз ба? Ұқсайды ма, өтірік айта алмаймын. Білмеймін. Енді сіз как опытный журналист, білемін бақылау жұмыс. Енді сіз ағыңыздан жарылып отқан сияқтысыз. Меніңше сіз өтірік айтпаған сияқтысыз. Енді оны халық біледі, халық шешсін, халық көрсін. Пусть сіздер мен бұл сұхбатта шын айттым ба, өтірік айттым ба, қаншалықты шынайы отырдым, сіз соны осы комментарийға жаза кетіңіздер. Дұрыс айтасыз. Көп рахмет онда сізге. Алтын уақытыңызды бөліп, осында келіп, сүбелі сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті достар, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз үшін бұл өте маңызды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.